Арма-ардақты әлеумет оңтүстік телеарнасында денсаулық бағдарламасы. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп тегін айтпаса керек. Сондықтан да халқымыз денсаулықты бірінші байлық деп есептеген. Исламда денсаулық Алла тағаланың адам баласына берген аманаты деп түсіндіріледі. Ол қолда барда қадірі жоқ нығметке жатқызылады. Бүгінде дәрігерлер қимылсыз қызметтің жүрек және қан тамырлары аурулары, семіздік, белсіздік пен бедеулік, сусамыр, тағы сол сияқты көптеген дерттің көбеюіне себеп болып отырғанын айтады. Басқасын айтпағанда, мектептегі баламыздың да қимылындай бір орында жұмыс жасайтыны, үлкендердің де белі көп ауыратын болған. Сондай-ақ дәрігерлер барлық ауру түрлерінің жасарып бара жатқанын айтып дабыл қағуда. Денсаулығымызды күнкөрістің көлеңкесінде қалдырмай, аманатқа қиянат жасамау үшін не істей аламыз? Осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі бағдарламамызда тірек қимыл аппаратының бұзылуы, бел және омыртқа аурулары туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше студиямызға шақырған арнайы қонағымызбен таныс болыңыздар. Батырхан Сейдаханов, невролог, ветеринарболог, мануальный терапевт, Промед клиникасының бас дәрігері бізге арнайы келіп отыр. Студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Жалпы әңгіменің ауанын қазақ айтады, шынықсаң шымыр боласың дейді, я? Шынығу туралы жалпы адам қозғалысының негізгі белсенділік осы дене шынықтыруға байланысты болып жатады, я? Осы жөнінде әңгіме қозғасақ дейміз. Қаншалықты белсенді болғанымыз жақсы? Жалпы дене шынықтыру бізге организмге өте қажетті дүние, себебі оның пайдасы өте мол. Қазіргі кезде адамдарда қозғалыс барған сайын азаюда, соның кесірінен неше түрлі жүрек аурулары, тірек қимыл аурулары көбеюде. Спорт, жалпы дене шынықтыру негізгі организмге пайдасы бұл қан айналым жүйесіне, бұлшықет жүйесіне және буын тірек қимыл жүйесіне пайда алып келеді. Оның барысында бізде организмде қан айналымының жақсаруы болады, жүрек қан айналымы жақсарады және де бұлшықеттердің жұмысы жақсара бастайды. Медицина тілімен айтқанда бізде спортпен дене шынықтырумен айналысқан кезімізде гормондардың бөлінуі, эндорфин гормоны, көңіл күйді ретке келтіретін, жалпы организмде қан айналымын ретке келтіретін гормондардың бөлінуі жүзеге асады. Сол гормондардың бөлінуінен бізде ағзада тепе-теңдік ретке келеді және де қан айналымы жақсару нәтижесінде кез келген буын болсын, бұлшықет болсын, жұмысы 2 есеге, 3 есеге арта бастайды. Қозғалыс енді бұған дейін де айтылып келе жатқан нәрсе ғой. Енді бұл жерде қозғалыстың тұрақтылығына мән беру керек. Себебі кез келген физикалық нагрузканы артығынан беріп жібермеу керек. Себебі артық берілген дененің дайынсыз қалпында жасалынған физикалық нагрузка ол кезде бізде бұлшықет буындардың зақымдауына алып келеді. Сол үшін тұрақты түрде, аз мөлшерде физикалық нагрузка беру арқылы денені шынықтырып отырса пайдасы мол. Қазір енді фитнес залдар, жаттығу орындары көбейген ғой. Тиісінше сол жерлерге бірінші рет барып, бір рет жаттыққаннан белі ауырып, омыртқасы ауырып қалатын азаматтар көбейген. Оған не себеп болуы мүмкін? Не себепті? Себебі бізде адамдардың қазіргі көпшілігі, бізде мысалы қала халқын алатын болсақ, отырық жұмыс, сидящий жұмыс деп айтады ғой. Жұмысы, офисте жұмысы көп жұмыс жасайды, олардың көп бөлігі бұлшықет жүйесі физикалық нагрузкаға дайын емес. Олар спорт залға барады, сол жерде бұлшықетті қыздырмай, буындарды қыздырмай, артық салмақ беріп қояды. Соның нәтижесінде бұлшықеттер зақымданады. Нерв тамырларына қысым жасайды, буындардың қабынуына алып келуі мүмкін, соның нәтижесінде ауырсыну жиілейді. Демек, бірден барғанда бірден күш салуға болмайды ғой, Көп жағдайда осы бір барғаннан, бел ауырып қалғаннан беті қайтып қалады, азаматтардың. Көпшілігі солай, Сол үшін спортқа, жаттығу залға барғанда міндетті түрде жаттығу маман, сол жерде жаттықтыратын маманмен кеңесін алған дұрыс. Кез келген жаттығуды дене қыздырудан бастағанда дұрыс, я? Өте дұрыс, я. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз тірек қимыл аппаратының бұзылуы жөнінде болып отыр. Осыған не себеп тірек қимыл аппараты неден бұзылады? Тірек қимыл аппаратының бұзылуы қазіргі заманның дерті десе де болады. Екінің бірінде бізде омыртқа аурулары, оның ішінде грыжа, протрузия, остеохондроз сынды, немесе бұлшықеттің суықтауы деп айтады, миозит, радикулит сияқты аурулар жиілеп кетті. Негізгі себептер енді
тізгін деп тізіп айтып беретін болсақ, ол жерде бірінші енді генетикалық жағынан жиілік болады. Екінші жағынан алсақ, ол жерде қозғалыстың аздығы, немесе физикалық нагрузканың бірден көп әсер етуі, және де қазіргі қозғалыстың аз болғандықтан бұлшықеттердің жұмысы соған жараса төмендей бастайды. Бұлшықет төмен болғаннан кейін қан айналымы төмендейді. Қан айналымы төмен болған соң бізде кез келген қозғалыс нагрузка берген кезде ауырсын туындатады, зақымдайды. Травма жиі болып жатыр соның нәтижесінде. Демек, ауыр зат көтерген кезде сақтықпен, абаймен көтермеуге. Міндетті түрде ауыр зат мүмкіндігінше көтермеген дұрыс, дайындықпен көтерген дұрыс. Денені қыздыру арқылы, жаттығу жасап, немесе күнделікті тұрақты жасап жүрсек, ол болады. Енді тағы бір сауал туындайды. Қазір мектеп оқушылары бірінші сыныпқа енді барып, бойы кішкентай болса да, кітаптар деген үлкен, соны көтеріп жүреді, азаннан кешке дейін көтеріп жүреді, былайынша айтқанда. Осы қаншалықты дұрыс? Қазір өте орынды сұрақ. Бұл жерде негізгі жас ерекшелікке байланысты салмақ өлшенеді, салмақ беріледі. Біз мысалы клиникамызға бір жағдай болды, науқасымызда 9-шы сынып оқушысында бізде протрузия диагнозы қойылды. Протрузия деген ол омыртқа арасындағы сыңырдың қажалуы, мүжілуі деген. Демек 9-шы класс ол деген өте ерте. Былайша айтқанда ол кісілер жалпы 30-дан немесе 40-тан асқан кісілерде ол процесс жүре бастайды, протрузия. Ал 9-шы сыныптың баласында ол нәрсе жиілеген, уже жас төмендеп жатыр, ауру жасарып жатыр деген нәрсе. Сол мектептегі болып жатқан салмақтан, дұрыс отырмағаннан, дұрыс салмақты артық көтергеннен, артық физикалық нагрузка түскеннен осындай нәрсе туындап жатыр. Мүмкіндігінше енді қолға алу керек оны. Ата-анасы қолға алған дұрыс барынша. Енді біздің көрермендерімізге аз кем кеңес беріп өтсеңіз дейміз. Мәселен, бастауыш сыныптың оқушыларына 10 жасқа дейінгі балаларға қанша келіге дейін салмақ көтеруге рұқсат етілген? Мүмкіндігінше 5 келіге дейін, мысалы, енді ол жерде максималды түрде айтылады. Мүмкіндігінше 5-ші сыныпқа дейін 1 килограммнан 5 килограммға дейін. Енді олардың ата-анасына байланысты қадағалау. Ол жерде тұрақты бір көрсетілген көрсеткіш жоқ. Баланың физикалық дайындығына да байланысты. Әркімде бір анемиясы бар, бұлшықеті әлсіз, сколиозы бар балалар болса, ол нәрсе асқындыра береді ауруын, артық салмақ. Жаңа сүйектің мүжілуі туралы айтып қалдық. Сүйектің мүжілуіне одан кейін кальцийдің де жетіспеушілігі көп әсер етіп жатады, иә? Буын аурулары, жалпы бұлшықет буын аурулары алып келу себептері өте ауқымды. Ол жерде тек қана бір, біз айтып жатырмыз қазір физикалық нагрузка деп, жоқ, тек қана ол емес. Минералды элементтердің жетіспеушілігі, D витамин жетіспеушілігі, кальцийдің жетіспеушілігі сүйек құрамында, және де стресстік жағдайлар айтып кететін болсақ, әртүрлі стресстік жағдайлар кезінде де осы буын ауруларының жиілеуіне алып келеді. Факторлар болып табылады, негізі алып келетін. Артық салмақ дегеннен де туындап жатады. Осы көбінесе қазір жастар көп салмақ қосып жатыр, әсіресе мектеп жасындағы оқушылардың тамақтану дағдысы да дұрыс емес, соның әсерінен көп артық салмақ қосып жатыр. Оның да бір кері әсері бар шығар, Әрине кері әсері бар. Енді бізге дейін бұл Европада бізден өтіп кеткен, біздің өтіп жатқан нәрсеміз, бізге енді сол нәрсе келе жатыр. Артық салмақтық жалпы индекс масса тела дейді, ол нормада есептелініп отырады. Нормада 23 пен 25 аралығында болса, қазіргі жастарда көбіне 25-тен жоғары 30-ға кетіп қалады. Артық салмақтың әсерінде бізде буындарға және де омыртқаға артық салмақ түседі. Бізде омыртқа, буын бізде тірек қызмет атқарады, тік ұстап тұру үшін. Салмақ көбейген сайын буындар артығымен жұмыс жасайды. Былайша айтқанда перенагрузкаға ұшырайды. Жалпы осы бел, арқа ауруларына жеке-жеке тоқталып өтсеңіз деп отырмын. Енді мысалы грыжа дегеніміз қандай ауру? Әрине, бұл жерде тоқталып кету керек. Не үшін? Себебі көпшілік бізде адам, енді медицинадан хабар жоқ адам ол нәрсені толық түсінбейді. Грыжа деген ауру емделмейді, немесе ол жаңағындай тек қана операция жолымен емделеді деген сияқты ойлар қалыптасып қалған. Енді грыжаның өзіне тоқталып кетсек, ол омыртқа аралық сіңірдің жарығынан, жыртылуынан пайда болатын ауру. Соның нәтижесінде бізде сіңірдің қызметі ол амортизатор қызметін атқарады. Соның нәтижесінде бізде ол әртүрлі себептерден жыртылады. Күнделікті артық салмақтан, демек мысалы артық салмақтың денеден артық салмақ болса, ол ақырын қысым жасай бастайды. Травмадан, оқыс қимылдаудан жылдар өте келе ол асқынып жыртылуына алып келеді. Сіңірдің жыртылуына. Соның нәтижесінде айналасындағы нерв тамырлар қысылады. Нерв тамыры қысылып, демек бел бөлігінде грыжа пайда болса, ол аяққа береді, ал мойын бөлігінде пайда болса, ол қолға береді, көрініс. Демек науқасымызда бел бөлігінде грыжамен келді ме, демек ода аяққа көрініс береді.
аяқта ұю сезімі, аяғының қақсау, ауырсыну сезімі, отыра алмайды, тұра алмайды, және де кіші дәрет, үлкен дәретке бару қиындай бастайды. Ал мойында болса? Мойында болса, ол кезде қолға көрініс бере бастайды. Демек, қол саусақтардың ұюымен береді, қолды бір қалыпта жата алмайды, және де мойынды бұру, солға бұру, оңға бұру қиындай бастайды. Жалпы енді грыжаға толық тоқталсақ, бұл жерде оның өзі қазіргі таңда екі түрлі емдеу жолы қарастырылып жатыр. Демек, өзіңізде хабарыңыз бар, бұған дейінгі көпшілік грыжа ауруын операциямен ғана емделеді дейді. Себебі грыжа жаңа шыққан сіңірді кесіп алып тастайды операция жолымен. Бірақ операциясыз емдеу жолдары шыққан көпшілік біле бермейді. Демек, операциясыз емдеу жолы бұл жерде арнайы метод арқылы, жалпы арнайы әдістерді қолданамыз бұл жерде. Бұл жерде қандай? Ол әдістің аты резорбция методы деп айтылады. Резорбция деген сөздің мағынасы сіңірілу, жойылу деген мағына. Сол ғылымнан шыққан. Енді ол жерде грыжаға біз арнайы физиотерапиялық, жоғары интенсивті физиотерапиялық аппараттарды қолданамыз. Бұл жерде айтып кетсек, жаңа жоғары интенсивті лазерлік терапия, жоғары интенсивті магнитті терапия, ударно-волновая терапия, қосымша жаңа игла терапияны, жаттығу залды қолдана отырып, плазма терапия деген бар, адамның өзінің қанының сарысуын алып, мысалы, әйел кісілер оны косметологияда қолданады, бетіне жасару үшін. Ол плазманың қасиеті ол регенерация, қалпына келтіруге көмектеседі. Демек, осы емдерді жаттығуды қолдана отырып, массаж техникасын қолданып, игла терапияны, осы біздің айтып жатқан физиотерапиялық аппараттарды қолдана отырып, комплексті түрде нақты емдеп шыға аламыз грыжаны. Операциясыз және ауырсынусыз. Жаңа сіз сөзіңізді айтып өттіңіз, жаңағы бел ауыратындарды аяқтан анықтап жатамыз, мойын ауыратындарды қолдан. Тек осылай байқаймыз ба, әлде арнайы аппаратқа түсіп МРТ жасатып? Қорытынды қалай шығарылады? Қорытынды былай, жалпы МРТ-ға көрсеткіш, мысалы, кез келген адам бел ауырса, жүгіріп МРТ-ға бара берген дұрыс емес. Не үшін? Себебі міндетті түрде бірінші дәрігерге барған дұрыс, кеңес алып, қай жерін МРТ-ға түсіру керек. Бізде науқастарымыз бар, МРТ-ға түсіп келеді. Біз тексеру барысында, мысалы, о кісінің белін түсіріп келген болса, тексеру барысында о кісінің кеуде бөлігінде ауытқу анықтаймыз. Демек, ол кісі екінші рет тағы МРТ-ға жіберу керек болып қалатын кездер болады. Сол үшін мүмкіндігінше бірінші ауырсыну сездік па, дәрігердің кеңесіне жүгінген дұрыс. Ол сізге толық диагностика дейді, толық тексеріп, толық анализдер алып, МРТ-ға көрсеткіш бар ма, жоқ па, соны анықтап, қажетіне қарай МРТ-ға жібереді. МРТ-ның өзінің көрсеткіштері бар. Енді толық тоқталатын болсақ, мысалы, бізде омыртқа ауруымен келетін науқасымыз болса, демек, ол кісіде бел бөлігінде грыжаға күдіктенсек, бірінші неврологиялық, ортопедиялық тексеріс жасаймыз. Демек, сезімталдығын тексереміз, қозғалғыш нервтерді тексереміз. Ол арнайы манипуляция деп айтады, арнайы қимылдар жасату арқылы. Мысалы, отырғызып, тұрғызып, еңкейтіп деген сияқты. Демек, сол қалыпта ол қимылдарды жасап тұратын болса, ауырсыну болмайтын болса, ол қимыл жасау кезінде. Демек, біз тестті теріс деп отырып, МРТ-ға көрсеткіш қажет емес деп, сол жерде болжамды диагноз қойып, ем жасай береміз. Егер нервтің қысылу деңгейі жоғары болып, грыжаның нақты белгілері тест жасау арқылы анықталатын болса, демек, міндетті түрде МРТ-ға жібереміз. МРТ түсіру арқылы қойған диагнозымызды нақтылаймыз. Демек, болжамды диагноз болады, одан кейін нақты соңғы диагноз болады. МРТ-ның қорытындысын көре отырып. Түсінікті. Енді қазір сіз медициналық тұрғыда емдеу жолын айтып жатырсыз. Осы басы ауырып, балтыры сыздаса, халық емшісіне жүгініп, тәуіптерге барып жататындар бар, иә? Қазір жасыратын жоқ, грыжаны емдеушілер көбейіп кетті. Көбейіп кетті. Қаншалықты осы заңды, қаншалықты дұрыс деп есептейсіз? Енді қазір кезде медицинаны, жалпы медициналық білімі жоқ, ешқандай бір дипломы жоқ, оқымаған мамандар да көбейіп кетті. Олар интернет желісіне шығып, мен грыжаны емдеймін, мен толық жазамын деп жар салып, халықтың бәрін әйтеуір біреуі алдап жатыр, біреуі арбап жатыр, әртүрлі әрекеттер жасап жатыр. Енді қазір өкіметтен оған